No way these guys stopping me. Get for me. Сәлем достар. Бүгін біз ям-ям чикен деген тауық жейіндеп жатырмыз. Сағат 3 болды. Және де мына жақта адамдар білесіздер ма арақ ішіп отыр. Оны көрсеңіздер болады. Кореяда бір күшті нәрсе, мысалы, бір нәрсеге тапсырыс берген кезде, мысалы, олар мынандай қасына береді. Попкорн сияқты. Осыны алып, әңгіме айтып, күткен кезде мысалы жынданып, неге ұзақ болды деп ойламайсың. Сосын мен мына жақта көріп тұрсыз, Тарселе соджу деген арақ бар. Міне біздің тапсырысымыз келді. Ям-ям чикен. бұл ям-ям чикен, яғни көріп тұрғандарыңыздай тауық. Бізде ғана дәстүрлі әдісімен дайындалатын тауық. Ол өте дәмді. Негізі бұны сырамен бірге жейтін тамақ деп айтады. Соджумен бірге. Соджумен, негізі сырамен. Чимек деп айтады. Бірақ біз енді мұсылман болғандарымыз үшін біз су ішеміз, асқазанға да жақсы. Қазір күшті жерде жүрміз. Бәріне ұнайды деген ойдамын. Тек қана кішкентай балаларға емес, бірақ үлкен адамдарға да ұнайды. Қараңыздар. Біз қазір мынандай істеп көрейін деп жатырмыз. Негізі білеміз олар программаланған, бірақ дегенмен істеп көрейік. Мына жаққа ақшамызды саламыз. Салдық. Бір дүкеннің ішінде жүрміз. Оның ішінде осындай әртүрлі декорацияға керек заттар бар. Өте үлкен. Бәрін табуға болады. Бізде Қазақстанда бұндай жоқ деп ойлаймын. Бар, бірақтан өте аз. Мысалы, көздер. Мұны. Мынандай пластилин секілді. Осындай ойыншықтар істеуге болады. Неше түрлі қаламдар. Түрлері өте көп. Мынаның бәрі түсқағаздар. A4 форматтағы, мысалы міне. Өте көп. Ахангарам деген дүкенде болдық. Ол жақтан мен мынандай нәрселер алдым. Сондай әдемі, бұны мысалы киімдерге жабыстырып қоюға болады, үтікпен жабыстырасың. Мысалы кепкаға, немесе киімдерге. Мына какао топтың ойыншықтары. Өте әдемі, сондай сүйкімді. Сколько? 28 мың вон тұрады екен. 10 мың теңге. Мына 30 мың теңге тұрады. Мынандай бар екен. Телефоныңызды қойып қоясыздар. Мынау әдемі екен. Гүл беріп жатқан. Біз қазір метроның ішінде жүрміз. Бұл метроның ішінде осындай киімдер сатады. Біз мынандай қызық нәрсе таптық. Можно, пожалуйста, деп Сеулдағы киім сататын жерде сатып жатыр. Қаншадан сатып жатыр? 3 мың вон деген 1000 теңгеден сатып жатыр. Біз қазір әлі де жүрміз. Сол метроның ішінде қатты шаршадық. 2 сағаттай жүрміз. Біз қазір қайтып бара жатырмыз.
Қазір метрода адам өте көп. Біз өзіміздің метромызды күтіп отырмыз. Қазір экспресс болады. Экспресстен кейін біздікі. Біз қазір бара берейік, өйткені экспресстен кейін біздікі. Міне біз келдік TikTokқа. Шаршады. Ja, біз еш сағат болдық? Сағат 3-тен 7-ге дейін. Ja, 3-тен 7-ге дейін. Nasıl ya? Қазір сіздерге даланы көрсетемін. Кстати, Пусанға қашан барамыз? Ау? Пусан. Пусанға? Білмеймін. Біз Пусанға барғымыз келеді, бірақтан қашан қалай екенін білмейміз. Оған қазір ақша да жоқ. Материалдық Иә. жағдайымыз да рұқсат етпейді оған. Негізі Сеулда көп нәрсе өте қымбат. Иә. Міне көп нәрсе өте қымбат, әсіресе мысалы нанның өзі теңге, мен айтқанда 800 теңге. Мысалы бізде 80 теңге болса, бұл жерде 800 теңге. Бірақ түрлері өте көп. Неше түр. Сосын не? Тағы не қымбат? Сосын бұл жерде метроның өзі қымбат, такси әсіресе қымбат. Сол. Тағы не? Мынау біздің Чунан университетінің қасындағы район. Біз бұл жерде ең күшті тағамдар қай жақта екенін білеміз. Білетін бір 3-4 жеріміз бар. Сол жаққа бара береміз әрқашанда. Өйткені ол жақта біріншіден қатты ащы емес, екіншіден ол жақта шошқаның еті жоқ. Және кішкене болсын қазақтың тамағына ұқсайды. Кешке қарай осылай мусорлар, осылай қоқыстарды жинап қояды. Біз қазір жатақханаға келдік. Қазір біз темпостайға дайындалып жатырмыз. Ол жерде де түсірем деген ойдамын. Сол үшін 4-ші бейнеблогты күтіңіздер. Сау болыңыздар!